Әйел дегеніміз сұлулық, өйткені әлемнің бар асылын, үлдесі мен бүлдесін оранатын осы нәзік жанды қауым. Дегенмен, сұлулық деген ұғымның өзі бір шеңберге сыйып, шырмалып қалады екен, өйткені әр заманның өз сұлуы бар. Ол заманның сұлуы бұл заманда сұлу болып саналмауы да мүмкін. Бірақ қыздардың бәрі сұлу дегенде бар. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді деп мұқағай атамыз жылап кеткен емес пе. Күнделікті өмірде сұлу да сүйкімді болып жүріңіздер, арулар. Қайырлы таң көрермендер, бізде әдеттегідей тренер Гүлназ Айтқожина келіп отыр. Гүлназ, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, Маржан. Бүгін қандай жаттығу көрсетпексіз? Бүгін, Маржан, мен көзге арналған жаттығуды алып келдім. Оны көбіне офиста отырған адамдарға арнасам деймін. Өйткені олар компьютермен жұмыс істейді. Компьютерге қарағанда біз 1 минуттың ішінде 16 рет көзімізді жыбылықтауымыз керек екен. Компьютерда отырған кісілер 1 минутта 4 рет жыбылықтайды екен. Көзді ылғалдандыру үшін және ол көздің айналасындағы бұлшықеттерді де қатайтады. Ол жаттығумен екі нәрсенің шешімін табасыз. Ол үшін көзімізді жай жыбылықтатамыз. Жай ғана жыбылықтатудың өзі кәдімгідей жаттығу болып тұр. Бірге бастайық. Қанша секунд? Ол үшін 1 минуттың ішінде бірінші жай жыбылықтатамыз, одан кейін тез жыбылықтатуымыз керек. Жарай ма? Иә. Бастайық. Көзімізді ашамыз. Жыбылықтатамыз былай. Жай. 3, 4, 5, 6. Енді тез. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Сонда осы жаттығуды 1 минуттай шамамен жасауға? 15 секунд, 20 секунд жасауға болады. Енді көздің астындағы бұлшықеттерді қалай қатайту жолын көрсетейін. Ол үшін көзіңізді көтересіз жоғарыға. Осылай. Басыңызды қозғамай, тек қана көзіңізді көтеріп, осылай көзімізді тоқтатып, сосын астыңғы бұлшықетпен жұмыс істейміз. Ол үшін көзімізді ашып тұрып осылай жыбылықтатамыз көзімізді. Сол уақытта көздің астындағы бұлшықетті сезінесіз. Оны көру үшін саусағымызбен ұстап көруімізге болады. Жұмыс істеп жатқан кезде. Тек қана саусақтың ұшымен жай ғана. Көзіңіздің астындағы бұлшықеттер шамалы шаршаған кезде тоқтатасыз. Гүлназ, мысалы, менің өзінде кейде кездеседі, күнге шыққан кезде, көзілдірікті ұмытып кеткен кезде, мысалы, осылай, көзімді... Күнге киетін көзілдірік, сондай жағдайлар болады. Бұндай кезде қандай жаттығу түрлері мысалы? Ондай болады. Сіздің мына жерде бізде бұлшықеттер бар, 3 бұрыш болып орналасқан. Ол бұлшықеттер мына жерде қабақтың бұлшықеттеріне байланысты болады. Егер мына жеріңіз қатты гипертонуста болса, сіздер мына жеріңіз қабағыңыз шытыла береді. Сіз ешқандай ашуланбасаңыз да, күнге шықпасаңыз да, ол өзіне өзі осындай әдет болып қалады. Сосын сызықтар қалып қояды. Ол мысалы қалай жазу? Ол үшін мен мынандай көмекшілерім бар. Шарика келдім. Біреуі саған, Маржан. Біз бұны Magic шарик деп айтамыз Face Fitness-та. Жаттығуды жасаған кезде осындай кішкентай шарик тауып алсаңыздар жақсы жасалады, иә? Осы Face Fitness-тің жаттығулары әдеттегідей қарапайым, но өте эффектісі жақсы. Пайдасы мол. Бастайық. Мына жаңа айтып кеттім ғой, 3 бұрыш бұлшықет бұл жерде, сол 3 бұрыштың көлемін біз мына шарикпен айналдырып жұмыс істейміз. Мына қабақтың үстіне жартысына дейін айналдыруыңызға болады. Сол кезде мына тонусы шамалы босаңсып, сіздің мына жеріңіз жазылады. Осыны айналдырып жұмыс істегенде тез арада сезінесіз тонустың қалай жазылып, бұлшықеттеріңіз жұмсарғанын көріп отырсыздар. Жаттығуларды біреуін таңертең жасауға болады, біреуін төсекте жатып жатар алдында жасауға болады. Компьютердің алдында отырып жасайсыз. Жаттығуларды бөліп, керек уақытында жасасаңыз, әр жаттығуды өзін. Уақыт кетпейді. Осылай жаттығуларды өзіңізге ыңғайлы уақытта жасай берсеңіз болады. Бастысы сізден ешқандай уақытты талап етпейді. Сондықтан сұлулық әрдайым жүректеріңізде болсын. Әр адамның сұлу болуға хақысы бар.